Сәлем достар! Бүгін біз жасартатын 40 қабат бет маскасын жасаймыз. Рецепті дайындау үшін 40 қабаттың 1/4 бөлігі қажет. 40 қабат витаминдерге, минералдарға өте бай. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Бұл жерден көптеген пайдалы рецептер табатыныңызға сенімдімін. 40 қабатты ұсақтап кесесіз. Орам жапырақты блендермен ұнтақтаймыз. Достар, менің видеоларымды көріп, қолдау көрсетіп жатқандарыңызға рахмет. Қырық қабаттың шырынын дәке арқылы сығып аламыз. Қырық қабат шырыны дайын болды. Бізге картоп крахмалы қажет. Ыдысқа бір ас қасық картоп крахмалын саламыз. Үстіне 150 мг су құйып, жақсылап араластырамыз. Картоп крахмалын баяу отқа қойып, қоюланғанша пісіреміз. Қоспа жабысып қалмауы үшін ағаш қасықпен үздіксіз араластырып отырасыз. Дайын болған қоспаны суытып аласыз. Қоспаны шыны ыдысқа құйып аламыз. Дайын қоспаға 1 шай қасық йогурт қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл маска терінің салбырауы мен әжімнен сақтайды. Екі ас қасық 40 қабат шырынын қосыңыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз. Ақ 40 қабаттың шырынын да қолдануға болады. 1 шай қасық кокос майын қосасыз. 5-6 тамшы жүзім тұқымының майын қосасыз. Барлық ингредиенттерді араластырасыз. Біріктірілген барлық ингредиенттер әжімдерді тегістейді және эпидермистің терең қабаттарын тиімді ылғалдандырады. Масканы қолыңызға, бет пен мойынға, декольтеге жағып 30 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін жылы сумен шайыңыз. Масканы аптасына 3 рет қайталаңыз. Масканы шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Видео ұнаса, лайк басып, видеоға пікір қалдыра кетіңіз. Сізге денсаулық, сұлулық пен жастық тілеймін. Келесі кездескенше.